Стамбулда мен Фатма деген түрік құрбым бар. Ол біздің бір мастер-классқа барған кезде айтып қалды да, Кербе, сен Қазақстанда тұрасың, программың бар. Менің әкемнің осындай товары бар, соны сатсаң болады деді. Қандай товар дедім? Каракчай деді. Сөйтіп сразу елең ете қалдым. Адресін берем, таңертең 10-да барсаң, сен күтіп алады деді. Сразу біз ертесіне таңертең сағат 9-да сол жаққа бардық. Енді мен ойладым, мен түріктер көп ол жақта. Сол әйтеуір бір заводтың, либо магазиннің бір сотруднигі шығар деп ойладым. И барсақ, бір офиста үлкен бір кісі отыр. Фатманың әкесі болам дейді. Біз осы заводтың мен бастығымын. Біз 25 жылдан бері осы каракчайды 45 мемлекетке өндіріп жатырмын. Бізге Қазақстанға осы каракчайды сататын бізге адам керек. Бізбен жұмыс жасайтын партнер, дистрибьютор керек дейді. Ол кісі айтады, біз тек қана бір ғана адаммен жұмыс жасаймыз. Жұмыс жасауға дайын болсаңдар, мен сендермен жұмыс жасауға дайынмын. Қызым айтты, сені мақтады. Біз деген жаңағыдай шокпыз ғой, кәдімгідей өзіміз қанша жылдан бері осы каракчайды алып Қазақстанға кіргізе алмай сөйтіп жүрген кезде мына жерде тура өзінің дәл үстінен түстік та. Бұл товарды біз бірден ала салған жоқпыз. Мен сразу оқырмандарыма көрсеттім, оқырмандарыма ұнады. И біз солай бір жылдан аса уақыт уже біз Қазақстанға бұл товарды кіргізіп жатырмыз.